Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай керемет цифра тортын жасайтын боламыз. Видеоны тамашалаңыздар. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстінен сары майымызды, қантымызды және балымызды салып, водяной баняға, яғни кастрюльге су қойып, үстінен сол шыны ыдысымызды қоямыз. Массамызды жақсылап араластыра отырып, бір текті масса шыққанша ұстаймыз. Міндетті түрде араластырып тұру керек. Массамыз бір текті болғаннан кейін басқа ыдысқа құйып аламыз. Кішкене салқындағаннан кейін пищевой содамызды салып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Достар, менің арнама тіркелуге ұмытпаңыздар. Әрі қарай массамыздың үстінен ұнымызды бөлшектеп қосып, қамыр илей бастаймыз. Ұнның мөлшері рецептте көрсетілгеннен аз немесе көбірек болуы мүмкін, себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі болып келеді. Осылайша ұнды шетінен аз-аздап қоса отырып, қамырды біркелкі қылып илейміз. Ең алғашқыда венчикпен, одан кейін массамыз қоюланған сайын қолымызбен қамыр илейміз. Ұнымыз бен сұйық массамыз біркелкі болып араласып, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Бастапқыда айтқанымдай, сұйық массаны салқындатып барып илесеңіз, қамырымыз азырақ ұн алады және соған қарай корждарымыз өте нәзік болып шығады. Ыстықтай сұйықтық ұнды көп алады да және қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Міне осындай қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. 40 минуттай тоңазытқышқа қоямыз. 40 минут уақыт өткеннен соң қамырымызды 1/6 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті дөңгелектеп шарик жасап аламыз. Және де достар, сіздерге егер әріп немесе сан керек болса, соны ақ параққа сызып, дайындап осылай кесіп аламыз. Немесе дайын трафарет қолдансаңыздар болады. Мен 30 санынан торт жасайтын боламын. Сіздер қалауларыңызша өздеріңізге керек санды жазасыздар. Қамырды міндетті түрде пергаменттің үстіне ұн сеуіп отыру арқылы жұқа қылып жаямыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін трафарет ретінде жаңағы ақ қағазымызды пайдаланамыз. Жұқалап жайған қамырдың үстіне қойып, контуры бойынша жіңішке пышақпен жақсылап кесіп шығамыз. Міне видеода көрсетілгендей кесіп шығамыз. Қамырымызды міндетті түрде вилкамен тесіп шығамыз, бір текті пісу үшін. Екінші цифрамызды дәл солай жұқалап қамырымызды жайып, кесіп аламыз. Әр 6 бөлікті өзімізге керекті цифраларды жайып кесіп аламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 190 градуста корждарымызды қызарғанша пісіріп аламыз. Сондай-ақ достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпай отырыңыздар. Сіздердің әрбір лайктарыңыз бен комменттеріңіз маған шабыт береді. Міне корждарымыз дайын. Осындай болып шықты. Ал енді кремімізге кірісеміз. Шұңғыл ыдысқа творожный сырымызды саламыз, оның үстінен қантымызды саламыз. Оның үстінен салқын сливкиімізді құйып, миксермен баяу жылдамдықтан бастап взбивать етеміз. Міндетті түрде баяу жылдамдықтан бастап жоғарылаймыз. Бір текті қою масса, қою крем шыққанша миксерлейміз. Міне креміміз дайын. Осылай лопаткамен арасындағы ауаны шығарып, біркелкі қылып массамызды араластырамыз.
Және креміміз біркелкі болу үшін әрбір слойға мен осылай пакетиктерге салып таразда өлшеп аламын. Осылай жасаған өте ыңғайлы, сіздерге де кеңес беремін. Егер таразыларыңыз болмаса, көз мөлшермен де жасауға болады. Міне осылай кремді 6 бөлікке бөліп аламын. Енді тортымыздың сборкасына кірісеміз. Осылай кулечектің аузын кесеміз да шариктер шығарамыз. Шариктерді қалауымызша арасын алшақ немесе жақын қылып орналастырсаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей етіп әр слойды осылай шарик жасап шығамыз. Каждый кожамыздың үстіне осындай шариктер жасаймыз. Кожаларды бір-бірінің үстіне қойған кезде міндетті түрде ұқыпты қылып түзулеп қоюымыз қажет. Мінекей осы видеода көрсетілгендей соңғы слойды жасап болғаннан кейін әртүрлі жеміс жидектермен, шоколадтармен торттың бетін әсемдейміз. Кез келген әсемдік үшін жеміс жидектер қолдансаңыздар болады. Менде малина, шоколад, мята және де қалған қамырдан ұсақ печенье жасасаңыздар да болады. Әсемдік үшін пайдалануға. Жалпы осылай тортты өз фантазияңызбен әртүрлі қылып оформление жасауға болады. Тортымызды ұсынар алдында 2-3 сағат тоңазытқышта ұстаған дұрыс. Торттың кремі жақсы сіңіп, тортымыз нәзік әрі дәмді болып шығады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Жанар.